Ник Далоисио 19 жастағы Yahoo үшін жаңалықтар агрегаторының негізін қалаушы. News Digest қолданбасын ақш пен Ұлыбританиядағы пайдаланушылар бағалап үлгерді. Жас талант көз ілеспес жүйелілік пен идеяларды шығарады, және оның барлық әзірлемелері көпшіліктің көңілінен шығады. 19 жастағы Ник Далоисио Yahoo үшін жаңа жаңалықтар агрегаторын іске қосты. Қолданба News Digest деп аталды, және оның пайдалылығы мен қолжетімділігін ақш пен Ұлыбританиядағы пайдаланушылар лайықты бағалады. Оның үстіне, жас данышпанның өзі оның идеяларының нағыз революциялық табиғатын жақын арада бүкіл әлемдік желінің ең ірі әлеуметтік желілерінің барлық белсенді пайдаланушылары сынап бағалай алатынын айтады. Идеялар фонтаны Чик Лондонда австралиялық ата-ананың отбасында туып өсті. Оларда ешкім бағдарламалаумен немесе технологиямен айналыспаған. Оның үстіне, баланың ата-анасы ақпараттық технологиядан мүлдем алыс болды. Бұл тіпті олардың қарапайым кәсіптерімен көрсетіледі. Шикізат нарығының талдаушысы және заңгер. Ник бастапқыда бағдарламалаумен айналысуды жоспарлаған жоқ, тіпті мұндай арнайы курстарға да қатысқан жоқ. Мұның бәрі өздігінен және кездейсоқ болды. 2008 жылы App Store дүкені алғаш рет сатылымға шыққанда, Ник Далоисио қолданбаға қатты әсер еткені сонша, оны өзі де сынап көрді. iPhone-ға арналған әр түрлі қосымшаларды әзірлеу. Ол кезде жас данышпан небәрі 12 жаста еді, сондықтан отбасы әзірлеуші лицензиясын әкесінің атына тіркеуге шешім қабылдады. Ол жасаған бірінші қолданбаны Apple қабылдамады, және Никке тым қарапайым деген үкіммен қайтарылды. Әйгілі компания жас жігіттің тұрақты кумирі және шабыты атақты Стив Джобстың сөйлеген сөздерінен маңызды үзінділерді ойнауға мүмкіндік беретін бағдарламаға мүлдем қызығушылық танытпады. Бірақ жас данышпанның үшінші дамуын Apple қабылдады. Никтің жаңа идеясының көмегімен смартфон экранын оңай саусақ жаттықтырушыға айналдыруға болады. Үлкен компанияның мақұлдануы және сатылымның алғашқы күнде $120 белгілі бір коммерциялық табыс жас әзірлеушіні ауқымды жобаларды жасауға шабыттандырды. Есейген жас жігіт шынымен де ерекше нәрсені жасағысы келген алғашқы әрекеттері мен ұмтылыстарын сәл күлімсіреп еске алады. Біраз уақыттан кейін Ник тілдерге және атақты лингвисттердің еңбектеріне қатты қызығушылық танытты. Түрлі веб-сайттарды қарап отырып, ол қандайда бір түрде іс жүзінде жүйеге келтіріп, онда жарияланған мақалаларды оқу процесін жылдамдатқысы келді. Бұл тілек жаңалықтарды дамытудың бастапқы нүктесі болды. Агрегатор Summary, ол Никтің идеясына сәйкес мақаланың негізгі мағынасын бірнеше жүз таңба арқылы жеткізе алады. Әйгілі The Wall Street Journal басылымына берген сұхбатында Ник Далоисио өзінің қолданбасын әзірлеу үшін статистикалық тіл теориясы мен қарапайым математиканы пайдаланғанын айтты. Түйіндемеңізді жасау үшін бағдарлама 16-лықты талдайды және іс жүзінде өзгеріссіз мәтіннің негізгі мағынасын беретін сөйлемдерді таңдайды. Алтын идея. Жаңа агрегатордың ең бірінші нұсқасы Tremit деп аталды. Ол бірден ірі инвесторлардың назарын аударды. Олар осы тамаша жаңа өнімнің арқасында енді олар қалаған кез келген нәрсені жаңалықтарды да қор нарығының есептерінде өте тез оқи алатынын бірден түсінді. Қызығушылық танытқандардың қатарында Гонконгтық атақты миллиардер Ли Ka-shing де болды. Ол 15 жасар баламен сөйлесіп жатқанын білмеді, өйткені Ник әзірлеуші ретінде бұрын Лондонда орналасқан технологиялық компания ретінде тіркелген. Содан кейін жағдай өте күлкілі болды. Horizons Ventures компаниясынан Ли Ka-shingтің қызметкерлерінен хат алған жас жігіт оны біреу әзілдеп жатыр деп шешті және оған жауап беруді де ойламады. Оның айтуынша, ол бастапқыда қосымшаны қомақты ақшаға сатып, өзіне жаңа компьютер алуды жоспарлаған. Бірақ Horizons Ventures компаниясының табанды өкілдері оған тағы да хат жазудан тартынбады. Осындай табандылықтың нәтижесінде 2011 жылдың тамыз айында Ник Далоисио ата-анасымен бірге Лондонда өткен олармен кездесуге барды. Бұл саммиттің нәтижесі инвестицияның растауын алу болды. Оның көлемі қарапайым компьютердің құнынан айтарлықтай асып түсті және онда көрсетілген сома $300,000 құрады. Тұрақты инвесторлардың көңілі қалмады. Осылайша пайда болғаннан кейінгі алғашқы айда әйгілі Summary қосымшасы 500,000-ға жуық пайдаланушыны тартты. Бұл оған әлемнің 28-ден астам еліндегі барлық алма қосымшалары арасында ең танымал болуға мүмкіндік берді. Ал Никке қар көшкіні сияқты құлаған табысы оның бүкіл өмірін түбегейлі өзгертті.
ол бос емес болғандықтан, ол тіпті мектепке баруды тоқтатуға мәжбүр болды, өйткені оның бұл әрекетке уақыты болмады. Жас жігіт қызық жұмысқа кірісті. Ол табиғи тілдерді егжей-тегжейлі өңдеуге маманданған өз командасына израильдік кадрлерді және олардан басқа Таиландтан келген әйгілі профессорды тартты. Сонымен қатар, ол басқа да мүдделі инвесторларды іздеуді бастады және тіпті осы мәселе бойынша Руперт Мердокпен сөйлесті. Ник Далейсионың жобасы да. Стивен Фрай, Эштон Катчер және тіпті Йоко Оно сияқты танымал адамдар қолдады. Ал жас данышпанмен көзбе-көз кездескен адамдар оның кемелдігін, ой тереңдігін, ойын әңгімелесушіге нақты әрі дәл жеткізе алатынын байқайтыны сөзсіз. Бір жылдан сәл астам уақыт бұрын Ник Далейсио ең жас миллионерлердің бірі болды. Оның орасан даму жобасы Самлы интернет гиганты еғо қомақты ақша үшін $30 миллион, ал Никтің өзі олардың командасының мүшесі болды және мобильді технологиялар бөлімінде табысты жұмыс істейді. Жас данышпанның жетістігін The Wall Street Journal атап өтті. Ол жас жігітке 2013 жылғы жыл инноваторы беделді атағын берді. Болашақ үшін жұмыс жасау. Ник Далейсио IO үшін өзінің Самлы бағдарламасын қайта өңдеді. Тек қазір ол News Digest деп аталады. Никтің өзі атап өткендей, бұл жаңа агрегатор Самлыге қарағанда жетілдірілген алгоритмдер мен технологияларды пайдаланады, дегенмен олардың бастапқы мәні бірдей. Түйіндемені регенерациялау формасы орасан зор эволюцияны бастан өткерді. Бұрын ол бір мақала негізінде жасалса, енді негізгі түйіндемені жасау үшін бірнеше мақалалар қолданылады. Яғни эксперименттер жаһандық әлеуметтік желілерде әртүрлі мақалалардың қысқаша мазмұнын жариялайды. Дәл қазір бұл Twitter және Facebook, бірақ мәселе осы екі ресурспен шектелмейді. Алдағы уақытта бұл бағытта басқа да әлеуметтік желілердің мүмкіндіктерін пайдалану жоспарлануда. Шын мәнінде Ник Далейсионың өзі үшін пайдаланушылардың жоғары рейтингтері жазылушылардың орасан зор саны мен оның жұмысының ақшалай құнынан әлдеқайда маңызды. Әрине, мақтануға негіз бар. Британдық және американдық Apple Stores рейтингтерінде оның дамуы 5 ұпайдың 5-ін алады. Бірақ, шын мәнінде атақ-даңқ пен ақша қарапайым жігітті мүлде мазаламайды. Оның өзі жасына байланысты ақшаны дұрыс бағалай алмайтынын бірнеше рет мойындады, өйткені ол сән-салтанатқа мүлде құштар емес және ата-анасымен бірге тұруды жалғастыруда. Кез келген британдық жігіт сияқты, ол демалыс күндері кештерге барады, дос қызымен достарымен кездеседі және анда-санда демалысқа шығады. Facebook'тың негізін қалаушы Марк Цукербергпен салыстыру оны қатты қуантты, бірақ өзі айтқандай, өзі жасаған қосымшалар туралы жақсы пікірлер оған